Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қой етінен жасалатын сорпа жасау рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 1,5 килограмм қой еті, 3 пияз, 2 сәбіз, аскөк пен ақжелкен, 4 картоп, жарты бұрыш, 4 сарымсақ бөлігі, 3 ас қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш, қызыл бұрыш және зира қажет. Етті ыдысқа салып, үстінен шамамен 4 литрдай су құйып, жай отта қайнатамыз. Үстінен 3 ас қасық тұзды саламыз. Сорпа қайнағанша қалған заттарды дайындаймыз. Ең алдымен жуаны ортасынан бөліп турап аламыз. Сәбізді дөңгелектеп тураймыз. Картопты ортасынан 2-ге бөліп шығамыз. Бұрышты текшелеп турап аламыз. Етіміз қайнады, үстінен шыққан көбіктерін тазалап алып тастаймыз. Етіміз 30 минут қайнағаннан кейін үстіне жуаны салып, 10 минут баяу отта қайнатамыз. Үстінен сәбіз бен сарымсақ бөліктерін салып, шамамен 15 минуттай қайнатамыз. Бұрышты және дәмдеуіштерді қосамыз. Енді картопты салып 15 минут пісіреміз. Сорпамыз дайын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.